Менің атым Жұмабаева Диназ. Мен номер 1 мектеп лицейінің оқушымын. Сіздерді бүгін өз мамандығыңызбен таныстырып өтемін. Өтетін мамандығым бұл бастауыш сынып мұғалімі. Сіздерді бүгін бұл мамандықпен таныстырып өтемін. Мен аты жөнім Серікбай Марсұлы. Мен информатика пәнінің мұғалімімін. Мұғалім болу үшін ең басты дағды қандай? Жақсы мұғалім болу үшін ең басты дағды балалармен жақсы қарым-қатынас жасау. Оқушылармен, мысалы, оларға күліп қарасаң, қатал болғаннан оқушылар кішкене қорқып қалады сені. Ал сен оларға күліп қарасаң, еркелеп, күнде көрген кезде құшақтап, мен өзім 2-ші сыныптарға сабақ беремін. Олар көрген кезде мен құшақтап, ағай деп шауып келеді. Мен сабағымды күтіп жүреді, жұма сайын бір рет болады енді. Күтіп, жақсы мұғалім болу үшін сол жақсы адам болу керек. Басқа мамандықтар арасында таңдау болды ма? Басқа мамандықтан так болды. Негізі мен өзім өнерге жақын, жалпы өнер жолына барғым келді. Бірақ өнер жолына мен ағам түскесін, бір үйден бір өнерлі адам жарайды дедім де. Сондықтан өзіме ұнаған физика, информатика бағытындағы мұғалімдікке түстім. Айгүл Қабдрахимқызы, бастауыш сынып мұғалімімін. Айгүл Қабдрахимова, неге сіз мұғалім болуды таңдадыңыз? Негізі бала кезімнен психолог мамандығын армандайтынмын. Бірнеше себептерге байланысты осы ұстаздық жолға келіп, қазіргі таңда ұстаз болып жұмыстанып жатырмын. Бастауыш сынып мұғалімі болу үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Ең бірінші қағида ол дейтін бастауыш сынып болсын, ұстаз ең біріншіден баланы сүю керек деп ойлаймын. Баланы риясыз сүю. Ол баланың жаңа нәсіліне қарамай, түріне қарамай, баланы сүю керек бірінші. Содан кейін ең бірінші қасиет сол болу керек. Баланы риясыз сүю деген. Айгүл Мертеновна, бастауыш сынып мұғалімімін. Ағам, мұғалім болудағы ең үлкен қиындық қандай? Қиындығы ол деген балалар түсіну үшін ақпаратты дұрыс және анық жеткізу керек. Ағам, бұрынғы оқушыларыңыз сізге хабарласып алғысын білдіре ме? Иә, әрине. Маған келіп амандасып тұрады, менімен мейрамдармен құттықтайды. Туған күнімен құттықтап, маған келіп, соған риза боламын өте. Мен Теміргалиева Гүлсезім Қайырбекқызы, номер 1 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Сұрағым, мұғалім болудағы ең қиын және ең қызық сәттер қандай? Мұғалім ең мәртебелі мамандық, әрине қызығы мен шыжығы қатар жүреді. Қиындығына келетін болсақ, оқушылардың әртүрлілігі дер едім. Бір оқушылар тез қабылдайды жұмысты, сен айтқанды тез қағып түсініп алады, ал кейбір оқушылар оларға ұзақ уақыт керек, олармен ұзақтау жұмыстану керек. Соны қиын деп айтар едім. Ал ең қызықтысы мұғалім болудағы ол оқушылардың эмоциялары. Оқушылар, әсіресе бастауыштың оқушылары, олар өздерінің шынайы эмоцияларын жасыра алмайды, олардың күлкісі, сені күнде құшақтап қарсы алуы, тіпті мектептегі күлкілі оқиғалар сенің бір күніңді өте керемет етіп, әсем қылып жібереді. Сосын оқушылардың жетістіктері ең керемет деп айтар едім. Оқушылардың жетістіктерін көргенде осы мамандығының қиындығын ұмытып кетесің. Сабақты қызықты өткізу үшін қандай әдістер қолданасыз? Біздер енді бастауыштың мұғалімі болғандықтан балаларға қызықты етуге көптеген әдістер бар. Мысалы, мен сабағымда пирамида әдісін қолданам, қолшатыр әдісін қолданам, аквариум әдісі, яғни судың ішіне, бөтелкенің ішіне түрлі тапсырмаларды жазып алып келіп, оқушылар сол тапсырмалардың судың ішінен, аквариум балықтарының ішінен тапсырмаларды қарап отырады. Осындай қызықты тапсырмаларды қолданамын. I had 9 lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time when I look for them.
For now I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had 9 lives, but lost all of them.